Сәлем достар, сіздермен аяулым және де бүгін сіздермен сметанный пирогтың рецептісімен бөліскім келеді. Ең алдымен каналға жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға 250 грамм ұн мен 1 шай қасық қопсытқышты ситадан өткізіп салып аламыз. Одан кейін оның үстіне 90 грамм қантымыз бен 150 грамм сары майымызды қосып, жақсылап тұрып осылай қолымызбен үгітіп араластырамыз. Сонда бізде осындай тесто шығу керек. Енді бұл тестамыздың үстіне бір жұмыртқамызды жарып, тағы да қолымызбен осылай мұжып араластырамыз. Бұл тестамыз бір-біріне жақсырақ жабысу үшін керек. Осылай барлығын жақсылап тұрып араластырып алғаннан кейін қамырымызды салафанға салып, холодильникке жарты сағатқа қоямыз, 30 минутқа. Жарты сағат өткеннен кейін қамырымызды тоңазытқыштан шығарамыз да екіге бөліп, бір бөлігін осылай астына жайып шығамыз. Бұл жерде менде 24 сантиметрлік форма. Май жақпаймыз, түк істемейміз, жай ғана осы қамырымызды астына жаямыз. Және де қалған бөлігін осылай шет-шетіне тоже жайып шығамыз. Енді барлығын істеп болғаннан кейін осылай астын тесіп шығамыз да жандарын түзулейміз. Видеодағыдай дәл осылай түзулеп шығасыздар барлығын, сонда формасы әдемі болады. Бұл формамызды енді салмасын дайындағанша тағы холодильникқа қоя тұрамыз. 400 грамм қаймаққа 90 грамм қант пен 4 жұмыртқаны қосып, жақсылап тұрып венчиктің көмегімен араластырамыз. Венчикпен араластырыңыздар, немесе шанышқымен де араластыруға болады, бірақ блендермен немесе миксермен араластырмаңыздар. Міне осындай болып шығады. Енді бұны жаңағы формамызды холодильниктан шығарып, үстіне құямыз. Құйғаннан кейін 180 градуста қыздырылған формада 40-45 минуттай пісіреміз. Міне бізде осындай пирог дайын болды. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер, себебі өте нәзік болып шығады. Міне кескен кезде де көрініп тұр нәзіктігі. Және де біздің отбасымыздағы барлық адамдарға қатты ұнап қалды осы пирог. Міне іші осындай болып шығады. Дәмі өте керемет, дәмді. Және де менің каналыма тіркеліп, осы видеоға лайк басып, комментарий жазып, қалған видеоларымды қарап отыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған аяулым.